Алтын добарнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгінгі жаңалықтардың аңдатпасы мынандай. Карим Бензема жаңа клубымен келісім шартқа отырды. Парис Сен-Жерменнің жаңа бапкері кім? Парис Сен-Жерменнен Мессимен бірге миллион кетті. Осы және басқа да топ жаңалықтар, шок жаңалықтар біздің арнамызға аямай лайктарыңызды басып тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпаратын шығарамыз, достар. Ал сіздер тіркеліп жатсаңыздар, біз бүгінгі жаңалықтарымызды бастайық, кеттік. Біз Манчестер Сити мен Манчестер Юнайтедтің кездесуін айтпай кетіп, біз Кубок Англияны және де бұл кездесуде Пеп Гвардиоланың жігіттері кубокты төбелеріне көтерді. Бірақ та Эрик тен Хагтың жігіттері де осал болған жоқ. Жоқ дегенде бір тең ойынға лайықты ойын көрсете білді. Бұл ойынға Эрик тен Хаг та Пеп Гвардиола да өте тыңғылықты дайындықпен келгендері көрінді. Бірақ та енді сәттілік Манчестер Ситидің жағында болды деп айтсақ болады. Ал Эрик тен Хаг болса сол ойыннан кейін барлық ойыншыларды алаңнан кетпеуін талап етті. Және де Манчестер Ситидің кубокты қалай көтеріп жатқандарын, қалай қуанғандарын көріңдер деді. Манчестер Юнайтедтің ойыншылары сол Манчестер Ситидің қуаныштарына қарап, көздеріне жас алып, жүректері ауырып тұрды. Бұл ойында сэр Алекс Фергюсон да болды. Фергюсонның да жүрегі ауырды. Дэвид Бекхэм да ойынның соңына дейін болды. Дэвид Бекхэм да Манчестер Ситидің кубокты төбесіне көтергенін көрді. Және де осы ойыннан кейін Дэвид Бекхэмді паптарда байқаған адамдар бар екен. Негізі Дэвид Бекхэм мүлдем алкоголь ішпейтін адам. Осы ойыннан кейін ішіп кетуі де бек мүмкін, себебі паптарда жүрді деген ақпараттар бар. Ал енді Эрик тен Хаг айтады, мен ойыншыларымды әдейі алаңда қалдырдым, әдейі Манчестер Ситидің қуанышын көрсеттім. Олардың жүректерінде бұл сәт қалуы керек, және де бұл оларға үлкен мотивация болуы керек деді Эрик тен Хаг. Нағыз коуч, нағыз бапкер. Ал сол Манчестер Юнайтедті талқандап кеткен жігіт назарларыңызда Илкай Гюндоган. Гюндоганның келісім шарты осы маусымда Манчестер Ситимен аяқталады, және де Пеп Гвардиола Гюндоганды өзінің командасына сақтап қалғысы келеді. Пеп Гвардиола айтады, Гюндоган өте тамаша ойыншы, және де осы маусымда өте керемет ойын өткізді. Ал оны мен өзімнің командамда сақтап қалғым келеді дейді. Бірақ та Манчестер Ситидің басшылары Гюндоганға 1 жылдық келісім шартқаны ұсынып отыр. Гюндоган жоқ дегенде 2 жылдық келісім шарт сұрап отыр. Ал 2 жылдық емес, 3 жылдық келісім шартты Гюндоганға Барселона клубы береміз деп отыр. Дәл сондай келісім шартты 3 жылдық Милан клубы да береміз деп дайын отыр. Негізінде Милан клубында өте қатты көп қаражат жоқ. Барсада да қаптап жатқан қаражаты бар екені шамалы. Милан осындай тегін ойыншыларды алса, жақсы жалақы ұсына алатын клубтардың бірі. Сондықтан да Миланда жалпы жасы келген ойыншылар ұзағырақ ойнай алады. Миланда ғана емес, Италияда. Жасы келген ойыншылар, енді Гюндоганның өзі Миланға баратын болса 3 жыл негізгі құрамда ойнап бере алады. Басқа лигаларға барса отырып қалуы бек мүмкін. Сондықтан да Миланды да жақсы нұсқа ретінде Илкай Гюндоган қарап жатқаны белгілі. Реал Мадрид өзінің легендаларының бірі Карим Бенземамен қоштасты. Реал Мадрид өздерінің ресми сайттарында бұны жариялады. Карим Бенземаға алғыс айтты, және де шексіз осындай ойыншы қатарларында болғандары үшін қуанышты екенін айтты. Одан бөлек Карим Бенземаның Реал Мадрид үйі және де Реал Мадридтің есігі Карим Бензема үшін қашанда ашық деді. Ал енді соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ, Карим Бензема Сауд Арабиясына барады, және де Сауд Арабиясында Аль-Иттихад клубымен 2025 жылға дейін келісім шарт жасалды. Бұны Сауд Арабиясындағы басылымдарда хабарлап жатыр, және де әйгілі инсайдер Фабрицио Романо да растады. 2025 жылға дейін Аль-Иттихадтың ойыншысы болады Карим Бензема, енді ресми түрде хабарлау ғана қалды. Карим Бензема Аль-Иттихадпен 2 жылдық келісім шартқа отырды, және де жылына 100 миллион евро алатын болады. Бұл бейресми ақпараттар. Енді ресми хабарландыруды ғана күтетін боламыз. Ал Карим Бенземаға тек қана алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Реал Мадрид клубымен
бірге. Бұл аңыз мықты ойыншы, соңғы осындай керемет пенсияға лайықты ойыншылардың бірі. Парис Сен-Жерменді білесіздер, дәл қазір бапкер қарастыруда. Клермонмен өткен ойыннан кейін Кристоф Галтьені қуып жіберді, орнына Жозе Мауриньо келеді деген ақпараттар болды, бірақ та Жозе Мауриньо бармайтын болды. Ромада қаламын деді. Жозе Мауриньо Романың жанкүйерлеріне уайымдамауларын сұрады. Осылайша Жозе Мауриньо бармайды, ендігі кезекте ПСЖ-да әлбетте Луис Энрике. Луис Энрике ПСЖ-ның басшыларына ұнайды, бұның өзі жарты жеңіс. Луис Энрике жақсы бапкер, Барселонамен требл алған бапкер. Ал енді Луис Энрике өзі негізінде АПЛ-ға барғысы келген болатын, бірақ та ПСЖ-да жаман емес. Мықты келісім шарт, жақсы жалақы, өте күшті құрам бар. Енді бұндай командамен Луис Энрике жетістікке жетуі әбден мүмкін. Луис Энрикеден бөлек Нагельсманды да қарап отыр екен нұсқа ретінде. Нагельсманнан қарағанда Луис Энрике дұрыс деп санаймын, өйткені Нагельсман Баварияның ойыншыларының өзімен де тіл табыса алмады. Парис Сен-Жерменнің жұлдыздарымен көп жалақы алатын Нагельсман күресе алады, жұмыс жасай алады дегенді өзім ойлай алмаймын. Негізінде дұрыс нұсқа Луис Энрике деп санаймын. Білесіздер, ресми Лионель Месси Парис Сен-Жерменнен кеткен болатын, және де Лионель Мессимен бірге бір күннің ішінде миллион адам Парис Сен-Жерменнің инстаграмынан шығып кетті. Бұл бастамасы ғана әлі біраз адам шығып кетуі әбден мүмкін. Ал Неймар болса Лионель Мессимен қоштасты өзінің инстаграм парақшасында. Мен сені жақсы көрем, бәрі біздің ойлағанымыздай болмады, бірақ та сенімен тағы да өткізген 2 жылым үшін қуаныштымын, Месси деді. Месси де әлбетте өз еркінде Лионель Мессиға кіріп жауап берді. Мен де сені жақсы көремін, сен керемет адамсың, сенімен өткізген 2 жылым үшін мен де қуаныштымын, деді Лионель Месси. Ал енді Лионель Месси жайлы соңғы ақпараттар. Әл-Хилаль клубы 600 миллион евроға дейін өсірді құнын, және де Лионель Месси келседі деп сеніп отыр. 600 миллион евро бір жылдық жалақысы ғана, 2-3 жылдық деп ойлап қалмаңыздар. 2 жылға 1 миллиард 200 миллион евро ұсынып отыр, және де дайын қол қойса болды. Ал енді осы аптаның ішінде Лионель Месси сол Әл-Хилальға барады деген сенім мол. Осы аптада ұзаққа созылған ақпараттардың нүктесі қойылуы бек мүмкін. Ал достар, бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген алтын доп ақпараттары осындай. Ұнаса лайктарыңызды баса отырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, арнамызға жазылып қойыңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Достар, бәріміз бірге болайық. Бізді қолдап жүргендеріңізге алғыс айтамыз.